Қазіргі заманда қаржылық операциялардың көбі онлайн жүзеге асырылатындықтан алаяқтыққа тап болу қаупі де артып келеді. Теріс пиғылды адамдар барған сайын айлакерленіп, олардың схемалары барған сайын шынайы көрінеді. Қаржылық алаяқтықтың мәнін түсіну өзіңізді және жақындарыңызды ақша мен жеке деректердің жоғалуынан қорғауға көмектеседі. Қаржылық алаяқтықтың әртүрлі жолдары бар. Фишинг, телефон арқылы алдау, карталар скимингі, жалған инвестициялар, қаржылық пирамидалар және басқалары. Схемалардың әртүрлілігіне қарамастан, олардың мақсаты бір: сіздің ақшаңызды алу. Цифрлық сауаттылық қаржылық қауіпсіздіктің кілті. Алаяқтардың әдіс тәсілдері туралы қаншалықты көп білсек, олар үшін бізді алдау соншалықты қиын болады. Бұл әсіресе цифрлық технологиялар дәуірінде маңызды. Себебі әрбір басқан қадам сайын тәуекел арта түседі. Неліктен адамдар алаяқтардың ықпалына түседі? Сарапшылардың пікірінше, негізгі себеп азаматтардың заманауи алаяқтық схемалары туралы жеткілікті хабардар болмауы. Адамдар жиі қоңыраулар мен хабарламаларға сеніп, олардың шынайылығын тексермейді. Әсіресе бұл жағдай қарт адамдарға тән. Бұған қоса, алаяқтардың барған сайын шетелден әрекет етуі жағдайды қиындатады. Бұл олардың ұсталуын және жауапкершілікке тартылуын күрделендіреді. Қазақстанда алаяқтық жағдайлары әсіресе интернетте қарқынды өсіп келеді. 2025 жылдың алғашқы 5 айында азаматтарды цифрлық кеңістіктерде алдауға байланысты 10.145 қылмыс тіркелді. Бұл 2024 жылға жалпы көрсеткіштің шамамен жартысына тең. Статистика алаңдатады. Күн сайын ондаған қазақстандық өз ақшасынан, сенімінен және қауіпсіздік сезімінен айырылып жатыр. Бүгінде қылмыскерлер тек телефонды немесе жалған хабарландыруларды ғана қолданбайды. Интернет алаяқтықтың ең кең тараған түрлерінің бірі. Әсіресе қауіптісі фишинг. Теріс пиғылды адамдар хаттарды, сайттарды немесе SMS хабарламаларды қолдан жасап, сіздің логиндеріңізді, құпия сөздеріңізді немесе тіпті банктік карта деректеріңізді алдап алуға тырысады. Мұндай хабарламалар банк, мемлекеттік қызметтер немесе ИГО платформалардан келгендей ресми болып көрінеді. Сақ болыңыз, егер хатта орфографиялық қателер бар болса, салықты қайтару немесе картаны бұғаттауды уәде етсе, сізден сілтемеге өту немесе файл жүктеп алуды сұраса, жалған сайттың белгілері. Күдікті мекенжай, HTTPS сертификатының жоқтығы, беттегі визуалды қателер. Мәліметтеріңізді күмәнді сайттарға ешқашан енгізбеңіз. Егер күмәндансаңыз, бетті жабыңыз және ресми қолдау қызметіне хабарласыңыз. Егер бұрын алаяқтар банктер немесе мемлекеттік қызметтер атынан әрекет етсе, бүгін олар әлеуметтік желілерде де белсенді жұмыс істейді. Өйткені онда сенімге кіру оңай. Әлеуметтік желілер мен мессенджерлер теріс пиғылды адамдар үшін ыңғайлы алаңға айналды. Instagram, TikTok, WhatsApp және Telegramда сіз әртүрлі алдау схемаларына тап болуыңыз мүмкін. Жалған инвестициялар. 10 мың теңге салыңызда бір күнде 100 мың теңге табыңыз. Көбінесе өздерін табысты инвесторлар немесе танымал адамдар ретінде көрсететін жалған профильдер қолданады. Алаяқтар заманауи технологияларды пайдаланып, өздерін белгілі тұлғаларға, актерлерге, саясаткерлерге, блогерлерге ұқсатып көрсетеді. Сондай-ақ, жалған атақты адамдар қатысатын бейнелерді пайдаланып, барлық ауруларға арналған әмбебап дәрілерді жарнамалайтын көріністер жасайды. Шын мәнінде бұл монтаж немесе фальсификация. Жалған сыйлықтар мен конкурстар. Сіз смартфон ұтып алдыңыз, жеткізу үшін алдын ала төлем жасаңыз. Жалған қайырымдылық, жүрек тебіренетін оқиғалар мен көмек сұраулар. Бірақ ақшасыз ойлаған адамға жетпеуі мүмкін. Таныстардан келген сілтемелер. Қаскөйлер аккаунттарды бұзып, зиянды сілтемелерді достар немесе әріптестер атынан таратады. Бірақ тіпті танымал блогерлер мен әріптестер де күмәнді тауарларды,
жалған инвестицияларды немесе қаржылық схемаларды жарнамалауға қатыса алады. Кейде материалдық сыйақы үшін, кейде білімсіздік салдарынан және өздері не жарнамалап отырғанын тексермей осындай қадамға барады. Тарихта танымал тұлғалардың қоғамдық пікір туғызған жобаларды алға жылжытуға қатысқан көптеген жағдайлар кездеседі. Бұл лицензиясы жоқ инвестициялық платформалар, керемет дәрілер немесе пайдалы деп көрсетілген несиелер болуы мүмкін. Сондықтан адамның танымалдығына немесе беделіне ғана сеніп қалмай, ақпаратты әрқашан өзіңіз тексеру маңызды. Кейде керемет уәделер мен танымал тұлғалардың артында бүкіл жаппай алдау схемалары жасырынған болады. Ең қауіпті түрлерінің бірі қаржылық пирамидалар. Олар жиі заңды бизнес сияқты көрінсе де, сырты жасырынғанымен артында алдау бар. Қаржылық пирамида табыс төлемі жаңа қатысушылардың жарналарынан жасалатын схема. Заңды бизнестен айырмашылығы пирамидалардың нақты өнімі болмайды. Егер 3 күнде 100% пайда уәде етілсе, бұл тұзақ. Қаржылық пирамидалар сенім мен әдемі уәделерге негізделеді. Бірақ алдау әрдайым инвестициялармен байланысты бола бермейді. Кейде тек телефонға жауап беру жеткілікті. Бүгінде теріс пиғылды адамдар телефонды қысым көрсету құралы ретінде жиі пайдаланады. Олар кез келген адам болып өзін таныстырады және өте сенімді әрекет етеді. Ең көп тараған схема банктың қауіпсіздік қызметінен қоңырау шалғандай болып, сіздің картаңыздағы күмәнді әрекеттер туралы қорқытады. Алайда сценарийлер үнемі өзгеріп отырады. Алаяқтар өзін мына адамдар ретінде көрсете алады. Қазақстан Республикасының ұлттық банкі қызметкерлері ретінде ақшаны қауіпсіз есепшотқа аударуды ұсынады. Емхана қызметкерлері ретінде, мысалы, сақтандыруды тез растау қажеттігін хабарлайды. Еңбек орталығы қызметкерлері болып, өтінішіңіз қабылданды, нөміріңізді растаңыз деуі мүмкін. Тіпті Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері ретінде деректердің қауіпсіздігін тексеру деген желеумен адамдарды алдауға тырысады. Барлық осы қоңыраулардың мақсаты бір: жеке мәліметтерді немесе сіздің телефоныңызға келетін бір реттік кодты алу. Есте сақтаңыз, телефон арқылы кодтар, пин-кодтар, CVV кодтар немесе төлқұжат деректерін, тіпті қоңырау шалушы ресми тұлға болып көрінсе де, ешқашан ешкімге бермеңіз. Алаяқтар тактикасын, атын, дауысын өзгерте алады, бірақ мақсат бір ғана: сіздің ақшаңызға қол жеткізу. Цифрлық әлемде бұл одан да оңай, себебі онлайн кеңістікте бір ғана қателік жеткілікті. Цифрлық әлем бізге көптеген мүмкіндіктер береді: қызметтерді төлеу, ақша аудару, инвестициялау. Бірақ тәуекелдер де артады. Алаяқтар дәстүрлі әрекеттердің артында жасырын, барған сайын ойлап табылған схемаларды қолданады. Ақпарат көздерін әрдайым тексеріңіз. Күдік тудыратын сілтемелерге өтпеңіз. Жеке және дербес деректерді үшінші тұлғаларға бермеңіз. 2 факторлы аутентификацияны баптаңыз. Қаржылық сақтық қорғанысыңыздың негізгі құралы. Егер сіз алдау әрекетіне тап болсаңыз, дереу хабарласыңыз. Қазақстанда киберполиция қызмет етеді. Үнсіз қалмаңыз. Сіздің әрекетіңіз басқаларды теріс пиғылды адамдардан қорғауға көмектесуі мүмкін. Тіпті зияны жоқ сияқты көрінсе де хабарлаңыз. Әр сигнал қылмыстық схемаларды анықтауға және басқаларды қорғауға көмектеседі. Қазіргі алаяқтық схемалары барған сайын түрлі айла ойлап табуда. Егер бұрын алаяқтар тікелей әрекет етсе, бүгінде олар делдалдарды жиі қолданады. Олар дропперлер деп аталады. Дропперлер ұрланған қаражатты аудару және қолма-қол ақшаға айналдыру үшін банктік карталарын, шоттарын немесе электрондық әмияндарын өз еркімен немесе білместікпен беретін адамдар. Бір қарағанда мұндай қызмет оңай ақша табудың зиянсыз тәсілі болып көрінуі мүмкін. Бірақ іс жүзінде дроппер қылмыстық тізбектің буынына айналады.
Сенімді азаматтардан ұрланған ақша олардың шоттары арқылы өтеді. Бұл брокерлерді алаяқтыққа қатыстырады және оларды заңның соққысына ұшыратады. Қазақстанда қылмыстық кодекске банктік шотқа, төлем құралына немесе сәйкестендіру құралына қол жетімділікті заңсыз ұсыну, беру және алу, сондай-ақ төлемдерді және ақша аударымдарын заңсыз жүзеге асыру бабы енгізілді. Өзінің банктік шотына, төлем құралына немесе сәйкестендіру құралына сыйақы үшін үшінші тұлғаға заңсыз қолжетімділік бергені үшін әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік көзделген. Қазақстан Республикасының ұлттық банкі азаматтарға интернетті және онлайн төлемдерді пайдалану кезінде аса мұқият болуға кеңес береді. Сатып алуларыңызды тек тексерілген сайттарда төлеңіз. Күдікті сілтемелер бойынша өтпеңіз және жеке немесе банктік деректерді бермеңіз. Тіпті егер әңгімелесуші банк қызметкері немесе таныс болып көрінсе де, ешқашан PIN, CVV және растау кодтарын бермеңіз. Жеке тексерусіз ақша аудармаңыз және үшінші тұлғалардың өтініші бойынша несие алмаңыз. Азаматтарды қосымша қорғау үшін егов және егов мобайл арқылы қосылатын стоп несие қызметі жұмыс істейді. Ол сіздің атыңызға несиелер мен микрокредиттерді рәсімдеуді толығымен бұғаттайды. Тегін мерзіміне шектеу берілмейді және егов арқылы кез келген уақытта алып тастауға болады. Егер алаяқтар осы қызмет кезінде несие алған болса, банк оның күшін жоюға міндетті. Сондай-ақ 2025 жылдан бастап салқындату кезеңі енгізілді. Несие берілмес бұрын арнайы үзіліс. Онлайн шартқа қол қойылғаннан кейін несие бірден берілмейді. Келісімді растау қажет. Бұл сіздің ойыңызды өзгертуге немесе алаяқтардың несие бергенін тексеруге мүмкіндік береді. 21 жасқа дейінгі және 55 жастан асқан азаматтар үшін онлайн несиелер шектеулі және қосымша келісімді қажет етеді. Осы нұсқауларды орындау сіздің қаржыңыз бен жеке деректеріңізді алаяқтық әрекеттерден қорғауға көмектеседі. Қаржылық қауіпсіздікке мұқияттылық, сыни ойлау және жауапкершілік кіреді. Бүгінде әрқайсымыз цифрлық сауатты әрі саналы әрекеттің үлгісі болуымыз керек. Маңыздысы, тіпті таныс дереккөздерге де көзді жұма сенбеу, тексеру, қайта тексеру және тағы да тексеру. Балалармен, әріптестермен, туыстармен тәжірибе алмасу. Өйткені цифрлық ортаның барлығы үшін қаншалықты қауіпсіз болатынын біздің шешімдеріміз бен әрекеттеріміз анықтайды. Қаржылық сауаттылық тек білім ғана емес, сонымен қатар сақ болуды күнделікті әдетке айналдыру.